Ай сайын чаңга машинасы үшін 350 мың теңге төлеген норм, ал ай сайын өз квартираң үшін 200 мың теңге төлеген стрём. Дәл бүгін мен осы видеомда үй алмай тұрып, автокредит алып, өзінің нагрузкасын өсіріп, сонымен қатар айлығының көп бөлігін автокредитке беріп отыратын клиенттер туралы айтқым келіп тұр. Құрметті оқырмандар, егер сіздер аттарыңызда данный момент үй болмаса, бірінші өтініш, машина алмаңыздар. Автокредитті сіздерге любой уақытта, даже сіздің атыңызда ипотека болса да, нагрузкаңыз болса да береді. Ал егер сіз бірінші ипотекадан бұрын автокредит рәсімдеп алатын болсаңыз, онда сізге банктан отказ келеді. Из-за того, что сізде кредитная нагрузка. Өйткені сізде 14 миллион, 15 миллион теңгенің чаңга машинасын мініп алған, бізде бір клиент болған. Ай сайынғы ежемесячный платежы 350 мың теңге. Біз ол кісіге ипотека санап бердік. Бір бөлмелі пәтердің ипотекасы 200-250 мың теңгенің арасында, я. Ол кісі бұл маған көп дейді, бірақ чанганға төлеген 350 мың теңге. Норм болып тұр да, қараңыздар. Бірақ енді логикаға салып қарайтын болсаңыздар, чанга машинасын сіз 14 миллион теңгеге алдыңыз, оны 1 жыл, 2 жылдан сататын болсаңыз, сіз оны 11-12 миллион теңгеге әрең сатасыз. Ал сіз данный момент бүгінгі таңда 16 миллион теңге бір бөлмелі пәтер алатын болсаңыз, онда сіз 2 жылдан кейін оны жоқ дегенде 19-20 миллион теңгеге сатасыз. Ал енді комментарийға өз ойларыңызды айтып кетіңіздер. Чанга машинасын мініп крутая болып жүрген жақсы ма? Әлде өз үйіңде тұрып, өз үйіңнің хозяйкасы болып, болашаққа инвестиция жасаған жақсы ма? Комментарийға жазамыз.